Сәлем қыздар, бүгін біз өте дәмді, ерекше, ауызда ерейтін осындай үлпілдегі жұмсақ, тура балалық шақтың дәмі сияқты өте тез әрі оңай дайындалатын, өте ерекше қожықтар дайындайтын боламыз. Бұның ішінде ерекшелігін видео соңында айтатын боламын. Ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар қыздар. Алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Айранымызды, лимон соғын, піскен майымызды қопсытқыштан дайындаймыз. Алдымен бір кесе айранымызды құйып алып, осылай оның үстіне піскен майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне шекерімізді, жарты кесе шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. 1-2 массаға дейін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне лимон соғын, жақсылап лимонды қаттырақ сығып, соғын алып, оны жақсылап араластыратын боламыз. Бұның ерекшелігі де сол, лимон соғы сығып аламыз, және қопсытқышымызды артынан кішкене ғана дрожжымызды қосып, сухой дрожжымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оны бір жұмыртқа қосуды ұмытпаймыз. Оның үстіне жақсылап араластырып, осындай көпіргенше жақсылап көпіртіп араластырып, тесік болғанға шейін. Оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап қолмен 1-2 формада жұмсақ етіп илейтін боламыз. Және бір айта кетері, бұл жұмсақ етіп илеген осы қамырымызды осындай формаға келтіріп, отдельно бөлек-бөлек осылай бөліп табамызды майлап дайындап алып, осы қойып үстінен бетін жұмыртқаның сарысымен кішкене бетін жағатын боламыз. Осындай етіп дөңгелек астына піскен май жағып, табаның астына пешімізді қыздырып 180-200 градуста жарты сағат 20 минут пісіріп алатын боламыз. Әр кезде 20 минут пісіретін боламыз. Осындай дәмі ерекше, ауызда ерейтін, өте тез дайындалатын пряниктеріміз, қожықтеріміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар қыздар. Сіздерден қолдауларыңызды күтетін боламын. Рахмет көп. Балалар тоя жейді. Қонақ келгенде қоюға ұялмайтын боласыздар.